Assalamualaikum. Кеше 7 сәуір Талғар ауданы сотында сотым өтті. Сағат 4:30-да болды сот. Соттың шешімімен мен толықтай қанағаттанамын. Көңілімнен шықты. Өйткені Бекердің талап арызы қанағаттандырылған жоқ. Қазір өзім Челекте тұрып жатырмын. Бала шағаммен Челекте квартира ұстап тұрып жатырмыз. Енді ары қарайғы жоспар болса Бекерді сотқа беру, құрылыстың өтемақысын талап ету және моральдық шығын талап ету. Сондай-ақ Талғар аудандық әкімшілікті сотқа беру. Сол сотқа беру арқылы мен өзімнің құқығымды қорғауым керек болып тұр. Ол жерде үйді, жерді бәрін заңдырып, әкімшіліктің бізге қағаз беру керек болып тұр. Талғар ауданы әкімшілігі басында қатты не болды, көмектесеміз, ойбай ақшаңды береміз, өндіріп береміз, болмаса үй салып береміз деген уәделер берген. Енді ол уәденің әлі 1% орындалған жоқ. Әлі ешкім 20 наурыздан кейін Талғар ауданы әкімдіктен әлі хабар жоқ. Жолан Омаров Талғар ауданы әкімі енді сөйлескенбіз ол кісімен де, ойбай өтеп береміз, комиссия кетсін, комиссияның шешімі шықсын, бітсін деген. Әлі де ол кісіден де хабар жоқ. Бұл айтқанда сөзінде тұрып жатқан жоқ десек те болады. Сот барысында енді мен өзім сосы істі басқасында болған ақылын айтқан заңгер Бақытжан Базарбек ағамызға үлкен алғысымды айтамын, және осы сотта жеңіп шыққан Жәнібек Башан ағамызға да үлкен рахметім зор, шексіз. Бірінші Алланың арқасы, екінші сол кісілердің арқасы. Және де мені қолдап, қуаттап отырған, маған күйініп, уайымдап, ана заңсыздықтың етек алып кетпесіне Алладан сұранып тәуба еткен жалпы жанашыр қазақстандықтарға рахмет айтамын. Алла риза болсын.